Оncasına koluma Dombaldım Hastakta taş askıda Бұл композитор Еркеғали Рахмадиевтің «Ата мекен» туралы әні. Оның әндерін Астанамыз Алматыда да, алыс ауылдарда да ықыласпен тыңдайды. Рахмадиевтің композиторлық жолы осынау музыкалық училищеден басталмақ еді. Мынау бозбалалар құсап, Еркеғали да көреген ұстаздарын осында кездестіріп, құрметтеп жүруші еді ғой. Музыкалық училище, консерватория, профессор Евгений Брусиловскийдің классы. Рахмадиевтің алғашқы шығарған әндерінен ақ оның мелодияға бейімдеу екені байқалып еді. Осынау асқақ әуендердің сағасы қайда екен? Ата мекен құшағынан күмбірлей төгілген күй мен ән сағасы туған топырақта көңіл күйлерінде емес пе? Иә, сонда. Балқаш кеш атты симфониялық дастан да осылай туған.
Рахмадиев музыканың түрлі тарауларына құлаш сермеген дарын. Қай салада күшін сынап көрсе де, өз дауысы еріксіз еліктірер құдіреті бар. Өнерде шынайы да тың ой өрнегін сала білу үшін не қажет? Москвада өткен музыкалық советтің халықаралық конгрессінде осы сияқты проблемалар жөнінде келелі кеңес болды. Советская эстетическая теория Советтік эстетикалық теория бойынша мәдениет пен өнердің даму жолы тарихи мұраларға созбай өте алмайды. Менің атамекенім Советтік Қазақстанымның ұлттық өнері, інжу маржандары, ғасырлар бойы қалыптасқан халықтық творчество дәстүрлерінен сусындаған. Неше түркін сөз зергерлері сомдап соққан осынау асыл мұраның арқасында қазақ өнері бүкіл дүниежүзілік мәдениеттің ортақ қазынасына қосылып, барша СССР халықтары игілігіне айналып отыр. Которых потрудились многое поколение художников-самородков, казахское искусство вошло в общий фонд мировой цивилизации и стало достоянием всех братских народов СССР. Композитор Еркегали Рахмадиев. Композитор Еркеғали Рахмадиевтің симфониялық оркестрге лайықтап шығарған мерекелік күй поэмасын бүкіл одақтық радио мен телевизияның үлкен симфониялық оркестр орындайды. Дирижері Максим Шестакович.
ән орындаушыларды баулу композитор еңбегінің бір бөлігі деп есептейді. Қазіргі кездері үнемі сүбөлі туындыларға құлаш сермеп жүр. Ивтің де балалық шағы өтіпті.
күннің жібек желі де саябырлаған тыныш сәтте, жаны жайылып, өзімен өзі оңаша қалған композитор көңілін жаңа бір ән ырғағы тербейді де, сол әсем ырғақ мөлдір бұлақ ағысындай құйылып барып, музыкалық бейнелерге айналатыны бар. Сан алуан сарынды үзік-үзік дыбыстар нақты қалыпқа түсіп, күрделі музыкалық туынды болып шыға келеді. Ол сан салалы музыка жанрларына саяхат жасайтын болса, солардың ішінде композитордың бар ықыласын тартып тұратыны лирика романтикалық жанр. Алпамыс атты тың операда осылай дүниеге келмек. Рахмадиев творчествосының табиғаты қазақтың халық әндеріне бейімдеу келетінін сезесің. Таң самалы әнінің жалпыға бірдей жағымды естілетіні де содан ғой. Рахмадиев Қазақстан композиторлар одағы басқармасын басқарады, әрі өнер институтының ректоры. Шәкірттерге дәріс беру дейсің бе, жаңа музыкалық туындыларды талқылау дейсің бе, бәрі де оның біте қайнасқан баянды парызы.